Баршаларыңызға сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 3 және 5 жастағы балаларға арналған бірнеше танымдық ойын түрлерімен бөлісетін боламын. Бұл ойындар арқылы балаңыздың есте сақтау қабілеті дамитын болады, жаңа ұғымдарды енгізе аласыз, фигураларды үйрете аласыз, балаңызбен сапалы уақыт өткізесіз және балаңызды тактильді түрде дамытасыз. Сонымен қатар әрине ұсақ моторика мен қатар ірі моторикасын да дамытамыз. Бисмиллах деп алғашқы ойынымызға кірісейік. Алғашқы ойынымыз үшін күнбағыстың суреті қажет болады және де пластилин шемішке. Күнбағыстың ортасына қара пластилинді, не болмаса жоқ болса жасыл, сары, өзіңізге қандай пластилин бар, сол пластилинді бала өзі жағып шығу керек. Осы арқылы балада пластилинмен жұмыс, тактильді жұмыс жасалынады. Және де әрбір шемішкені ұстау арқылы оны күнбағыстың ортасына жабыстырып керек. Сол арқылы балада ұсақ моторикасы дамитын болады. Келесі ойын түрі балаға негізгі фигураларды үйретуге бағытталған, яғни шеңбер, үшбұрыш, төртбұрыш. Сіздің балаңыз мүмкін бұдан басқа шеңберлерді үйреткіңіз келсе, тоже осы әдісті қолдансаңыз болады. Және де әрбір фигураға белгілі бір түстердегі пластилинді жапсырып қоямыз. Бала фотоның, суреттің астынан сол фигураларды тауып, өзі барлығын белгілеп шығу қажет болады. Хасан, мынау не? Дома. Мынау не? Үш-бұрыш. Мынау қандай фигура? Төрт-бұрыш. Молодец. Төрт-бұрыш. Төртбұрыштарды енді осылай көк пластилинмен белгілеп шық. Қайда? Іздейміз. Аха. Тағы бар ма? Да. Еще. Да. Келесі ойын әрине ол нейрожаттығулар, яғни баланың екі ми жарты шарын бірге жұмыс жасатады. Шеңбер, төртбұрышты қиып аламыз да, шеңберде бала жұдырық жасайды, ал төртбұрыште алақанын қою керек. Яғни екі қолмен бірдей жұмыс жасау арқылы баланың екі ми жарты шарын жұмыс жасатамыз. Кейін бұл ойын түрін үйреніп алғаннан кейін үшінші фигураны доғалды қоссаңыздар болады. Доғалда ол саусағын көлденеңнен қоюы қажет. Бұл нейрожаттығулардың пайдасы өте көп, сондықтан да аптасына бір рет болсын осы ойынды ойнап отыруға кеңес беремін. Баланың есте сақтау қабілеті дамитын болады. Екі жарты ми жарты шарлар жұмыс жасайтындықтан бала жазуға да бейімделе бастайды. Сондықтан да бала ойлана түседі. Міндетті түрде осы нейрожаттығуды ойнаңыздар. Келесі ойын түрі, құрметті аналар, балаңызға төзімділікті үйрететін болады. Көз, қол координациясын дамитын болады. Видеода көріп тұрғандай бірнеше қасықты қойып қоясыз да, оған кез келген тәттіні, не болмаса жемістің бөлігін қойып қоясыз. Бала кезекпе кезек салып, соңғы қасықтағын жеу керек. Осы арқылы бала тіптен реттілікті де үйренетін болады. Немесе санауды да үйретсеңіз болады. 2 немесе 3 балаңыз болса, бір-бірімен жарыстырсаңыздар да болады. Кім бірінші жетеді деген секілді. Мінекей, құрметті аналар, бүгінгі ұсынған ойынымыз осындай. Егер сіздерге ойындар ұнаған болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдырып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Ал мен сіздермен келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар деймін.